Армысыз ардақты ағайын, әз-наурыз құтты болсын, ұлысы оң, ақ мол болсын. Сонымен Қазақстан жаңа тарихи кезеңге бет алды. Осымен жаңа ата заң қабылданды. Елде жаңа саяси науқан басталды. Ұлыс медиа сіздер үшін ақпарат таратып, сараптама жасап жатыр. Ұлысқа жазылыңыздар, ұлысты қолдаңыздар, ұлыспен бөлісіңіздер. Сонымен, жаңа конституциямен елде не өзгермек? Заң мен тәртіп дейді Тоқаев. Бұл кімге кепіл? Жұмыссыз қалатын депутаттар кімдер? Қарин, Әшімбаев, Қошанов, үлкен үштіктің саяси карьерасы қалай өзгермек? Ал Назарбаевтың кеткеніне, Тоқаевтың келгеніне 7 жыл толды. Халық Назарбаевтың билігі бітті дегенге неге сенбейді? Жаңа ата заң Назарбаевтар жүйесін жоққа шығара ала ма? Саяси белсенді Санжар Боқаев ұсталды, журналист Әсет Матаев қамауға алынды. Бұның барлығы биліктің қандай месседжі, әлде кламдар қақтығысы басталып кетті ме? Орыс тілі енді қазақ тілімен тең емес, тек қаттар жүретін орыс тілінің ауқымы қалай қысқармақ? Мемлекеттік қызметкерлерге қазақ тілін міндеттей алуға саяси жігеріміз жете ме? Барлығын тарқатып айтып береміз, бізбен бірге болыңыздар. Сонымен Тоқаев су жаңа конституцияны қабылдады. Енді шынымен жаңа Қазақстан орнай ма? Өйткені референдумға дайындық кезінде көптеген депутаттар, егер бізді қолдасаңыздар, 15 наурыздан кейін ескі Қазақстанмен бір жола хош айтсамыз дегенді. Бірақ мына қызыққа қараңыздар. Осы референдумға сол ескі Қазақстанның символы саналатын сол жүйені құрған Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі келді және өзгерісті қолдап дауыс берді. Сондай-ақ мен орныма Тоқаевты тастап кеткеніме еш өкінбеймін деді. Әрине, Назарбаев дауыс беруге келмесе, ол қайда деп іздер едік, бірақ тыныш келіп, тыныш кетпей қолдаймын деген сөзімен миға тағы салмақ салып кетті. Шынында Назарбаевтың бұл сөзі түсініксіз болды. Ол оның өз ойы ма, әлде осылай деуден басқа амалы жоқ па? Өйткені сол Назарбаев тұсында 95 жылы енгізілген және Назарбаев билігін ұзарту үшін бірнеше рет өзгеріп, әбден мәні кеткен конституция жаңартылды. Сонда ол қалай қолдайды? Өзі жасаған заңға өзі неге қарсы шықты? Оны өзгерткен Тоқаевқа қалай ырза болады? Әлде Назарбаевтар әулетінің бір ойлағаны бар ма? Өйткені осы референдум өтер алдында вице-президент Дариға Назарбаева болады екен. Келесі президент те сол болады деген әртүрлі әлеуметтік желіде әңгімелер желде есті. Оны кім таратты, неге бір уақытта таралды? Әрине жұмбақ. Біздің ойымызша, ол қоғамның реакциясын байқау үшін әдейі жасалған саяси технология. Бірақ бәрібірде мына сұрақ көкейден кетпейді. Конституция кім үшін, не үшін өзгертілді? Оның жобасын жасағандар бұл заман талабы дегеннен артық адам көңіліне қонатын аргументті атап көрсете алмады. Кейбірі сыртқы жағдайлармен байланыстырып, осындай кезеңде президенттің рөлін күшейтудің маңызы зор деді. Бірақ сыртқы күштер соққы жасағысы келсе, Қазақстан конституциясында не жазылған екен деп қарамайтыны тағы бар дейді сарапшылар. Сонымен конституция қабылданды, 1 шілдеден бастап күшіне енеді. Яғни алдағы жаз саяси оқиғаларға толы болады деген сөз. Жазға дейін күтіп отырудың да қажеті жоқ. Саяси өмірдегі талас тартыс қазірден ақ басталып кеткендей. Өйткені осы 2 күннің өзінде билікті ашық сынап жүретін белсенділер мен журналистер ұсталды. Оған кейінірек тоқталамыз. Қазір алдағы депутаттар сайлауына тоқталсақ. Себебі парламент енді мерзімнен бұрын тарайды. Соған мәжбүр. Жұмыстан кететіне алаңдап жүрген депутаттар 1 шілдеге дейін бірнеше маңызды шешімді қабылдап, өзгертіп кетуі тиіс, уақыт өте тығыз. Бір заңның өзін бірнеше ай қарайды мәжіліс пен сенат енді айналдырған 3 айдың ішінде 5 заң қабылдап, ондаған заңға түзету енгізуі тиіс. Олар жаңадан құрылатын құрылтай туралы су жаңа заң қабылдайды. Бұл жерде көп өзгеріс болады, себебі енді сенат жоқ, ол жаңа құрылтайға, яғни парламентке депутаттар тек пропорционалды жүйемен сайланады. Осыған дейін Тоқаев билігі өзі енгізген мажоритарлы жүйе толығымен жойылады. Сондай-ақ бұрын конституциялық мәртебесі болмаған ассамблеяның орнына Қазақстан халық кеңесі құрылады. Бұл мүлде жаңа институт. Сондықтан
сондықтан ол туралы жаңа заң керек. Бұл орган 126 азаматтан тұрады және ел азаматтарының мүддесін білдіретін жоғарғы консультативті құрылым ретінде қызмет атқармақ. Кеңес заң жобаларын ұсына алады және референдум бастамасын көтере алады. Міне, осы құзыреттің берілуі бұл Тоқаев билігін ұзарту үшін құрылып жатқан институт емес пе деген күдік тудырады. Бірақ бұған дейін бірнеше рет айтқан, бұл Тоқаевтың билігі емес, жалпы келесі Тоқаевтан кейін келетін президенттің үстемдігін арттыру мақсатында, оның қауіпсіздігін, жалпы мемлекеттің қауіпсіздігін кепілдендіру мақсатында құрылған конституция деп айтып кеткен тұғынбыз. Енді десек те, осыны бекіту мақсатында мінекей осында институттар қалыптасып отыр. Айтпақшы, бұрынғы ассамблея Назарбаев билігін ұзарту үшін сондай ұсыныстар жасаумен есте қалған тұм. Ал егер Тоқаев өзі айтқандай Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшылығына бармаса, Трамп құрып жатқан бейбітшілік кеңесінің ертеңі бұлыңғыр болып тұрғанда ол қайда барады? Өз еркімен президенттік биліктен кете сала ма? Мұндай сұрақтардың туып жатқан себебі конституция жаңарса, қазіргі президенттің мерзімі де жаңаруы мүмкін, жаңаруы керек те. Заң бойынша ондай мүмкіндік бар. Ал халық кеңесі сондай ұсыныс жасаса, заң бойынша тыйым жоқ. Бірақ Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі 2029 жылы елімізде президент сайлауы өтеді деп айтты. Дегенмен оған дейін әлі 3 жыл бар екенін ескерсек, бұл сөзінен айнып қалу мүмкін бе? Себебі осы конституцияға байланысты референдумда негізі биыл өтпеуі тиіс еді, бірақ аяқ астынан осылай болды. Тіпті басында жаңа конституция жазу туралы мүлде айтылмаған, айналасы 2 айдың ішінде бәрі өзгеріп шыға келді. Сондықтан жаңағы күдігімізді жоққа шығара алмаймыз. Ол күдіктің күшейтетін тағы бір фактор, осы конституцияда президент өкілеттіктері кәдімгідей күшейтілген. Оның бәрі кім үшін? Келесі президент кім? Кім вице-президент болып тағайындалады? Сол келесі президент бола ала ма? Ең маңызды сұрақ, Қасым-Жомарт Тоқаев вице-президент лауазымына кімді ұсынады? Осы болып тұр. Айта кетейік, вице-президент кім болатынын Тоқаев жаңа құрылтай құрылғасын сол құрылтайға барып ұсынады. Оған дейін елде құрылтай сайлау өтеді. Мысалы, 1 шілдеде жаңа конституция күшіне енсе, сол күні қазіргі сенат пен мәжіліс жұмысын тоқтатады. Яғни қазіргі сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев пен мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов жұмысынан босатылады. Сондай-ақ вице-президент лауазымының енгізілуіне байланысты мемлекеттік кеңесші лауазымы жойылып, Ерлан Қарин де жұмыссыз қалады. Олар жазда демалысқа шығып, шетелге барып қыдырып, тынығып қайтса да болады. Бірақ оған уақыттары болмайтын секілді. Себебі конституция күшіне енген күннен бастап 1 ай ішінде президент құрылтай сайлауын жариялауға тиіс, және ол 2 ай ішінде өткізілуі тиіс. Яғни қыркүйек айына дейін құрылтай сайлауы өтіп, күзде жаңа депутаттар іске кіріседі. Ал жаз бойы олар сайлауға дайындалады. Осы уақытта қызметінен босайтын Қариннің және Әшімбаевтың немен айналысатыны әзірше түсініксіз. Мысалы, Қошанов Аманат партиясының белді мүшесі ретінде келесі сайлауға қызу дайындыққа кірісетін болар. Ал Қарин мен Әшімбаев вице-президенттікке таласа ма? Өйткені вице-президентті президент тек құрылтайдың 1-ші сессиясы ашылғаннан кейін 2 ай ішінде тағайындауы тиіс. Жалпы, осы конституцияның басты интригасы да осы вице-президент лауазымы болып тұр. Тоқаевтың өзі бұл лауазым елде билік транзитін сәтті өткізу үшін енгізілді деп атап өткен. Өйткені вице-президент президент қызметінен мерзімінен бұрын кетсе, немесе уақытта аяқталса, оның орнына отырып 2 ай ішінде президент сайлауын өткізуі тиіс. Демек, вице-президенттің өзінің президент болу мүмкіндігі жоғары, себебі 2 айдың ішінде басқа кандидаттарын тіркеліп дайындалуға уақыт жағынан үлгеру қиын. Біздің конституция бойынша президент сайлауына түсу үшін талаптар өте қатаң. Сондықтан бұл конституция елде саяси элита арасындағы тартыстың күшейіп кеткенін көрсетсе керек. Бұл саяси тартыс бұрынғы Назарбаев жүйесі мен қазіргі Тоқаев командасының арасында секілді. Референдумға Назарбаевтың келуі, ашық пікір айтуы да осы нәрсені аңғарса керек. Сондықтан вице-президент кім болатыны маңызды. Ол көпшілік айтып жүргенде, ел алдында жүрген белгілі азаматтардың біреуі бола ма, әлде ешкім күтпеген бір адам ба? Осы сұрақтың жауабы белгілі болғанша, жаз бойы әрине саяси өмір қызу болмақ. Ең бастысы, Тоқаев бірінші мақсатына жетіп қойды. Жаңа конституция 1 шілдеден бастап Қазақстанның саяси жүйесі қалай өзгереді? Жаңа конституция күшіне енгеннен кейін елде нақты қандай өзгерістер болатынын талдап көрейік. 1 шілдеден бастап Қазақстандағы 2 палаталы парламент өз өкілетін тоқтатады. Оның орнына жаңа заң шығарушы орган құрылтай құрылады. Құрылтай 145 депутаттан тұрады.
Олар біртұтас жалпы ұлттық сайлау округі бойынша пропорционалды өкілдік жүйесі арқылы сайланады. Бұл модель заң шығару процесін орталықтандыруы мүмкін. Себебі бұрынғы жүйеде мәжіліс пен сенат арасындағы тепе-теңдік белгілі бір деңгейде заң жобаларын қайта қарауға мүмкіндік беретін вице-президент институты енгізіледі. Жаңа конституция бойынша елде вице-президент лауазымы пайда болады. Бұрынғы мемлекеттік кеңесші қызметі жойылады. Вице-президент президент тапсырмасы бойынша мемлекеттік органдардың жұмысын үйлестіреді және қажет болған жағдайда мемлекет басшысының өкілеттігін уақытша атқара алады. Бұл норма биліктің сабақтастығын қамтамасыз ету тетігі ретінде қарастырылып отыр. Қазақстан халық кеңесі конституциялық органға айналады. Бұрын конституциялық мәртебесі болмаған ассамблеяның орнына Қазақстан халық кеңесі құрылады. Бұл орган 126 депутаттан тұрады және ел азаматтардың мүддесін білдіретін жоғары консультативтік құрылым ретінде белгіленеді. Халық кеңесі заң жобаларын ұсына алады, референдум бастамасын көтере алады, ұлттық бірлікке қатысты ұсыныстар әзірлей алады. Бұл институт азаматтық қоғам мен билік арасындағы диалог алаңы ретінде қалыптастырылып отыр. Президент өкілеттері кеңейеді. Жаңа конституция президенттің бірқатар кадрлық өкілеттіліктерін күшейтеді. Енді мемлекет басшысы бас прокурорды, Конституциялық сот төрағасын, жоғары сот төрағасын, ұлттық банк басшысын, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасын тікелей өзі тағайындай алады. Сонымен қатар құрылтай президент ұсынған вице-президент, премьер-министр немесе спикер кандидатураларын қабылдамаса, президент құрылтайды таратып, уақытша заң шығару құқығын өз қолына ала алады. Бұл норма саяси жүйедегі президенттік биліктің ықпалын арттыруы мүмкін. Үкіметке сенімсіздік білдіру рәсімі жеңілдетілді. Жаңа конституцияда вотум недоверие рәсімі де өзгертілді. Бұрын мұндай бастама депутаттардың 3/1 қолдауымен қаралатын. Енді бұл процедураны құрылтай депутаттарының 5/1 бастай алады. Сонымен қатар, егер бюджет есебі мақұлданбаса, сенімсіздік мәселесі автоматты түрде көтеріледі. Президенттің құқықтық иммунитеті. Жаңа нормаларға сәйкес, президент қызмет барысында жасаған әрекеттер үшін қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды. Бұл ереже экс-президенттерге де қатысты болады. Тек мемлекеттік сатқындық жағдайында ғана жауапкершілік қарастырылған. Импичмент рәсімі. Президентке импичмент жариялау тәртібі де жаңартылды. Бұрын бұл процедура бірнеше кезеңнен тұрса, енді оны құрылтай жүргізеді. Импичмент бастамасы депутаттардың 3/1 қолдауымен көрсетіледі, ал шешім қабылдау үшін депутаттардың 4/3 дауысы қажет. Азаматтардың құқықтарына қатысты өзгерістер. Жаңа конституцияда қоғам өмірінің бірнеше маңызды салаларына қатысты нормалар да өзгертілді. Сөз бостандығына жаңа шектеулер бекітілді. Сөз бостандығы конституцияда сақталғанымен, енді оның қолданылу шектері нақты көрсетілді. Олар ар-намыс пен қадір-қасиетті қорғау, қоғамның моральдық құндылықтары, қоғамдық тәртіп, азаматтардың денсаулығы, адвокатура мен омбудсмен мәртебесі күшейеді. Адвокатура құқық қорғауды қолдайтын конституциялық институт ретінде бекітілді. Ол омбудсмен пен жеке конституциялық бапқа енгізіліп, оның тәуелсіздігі арнайы норма арқылы қорғалды. Қамауға алынған адамның құқықтары. Жаңа конституция бойынша қамауға алынған адам, оның құқықтары мен қамау себептері міндетті түрде түсіндірілуі тиіс. Сот санкциясыз қамау мерзімі заңмен белгіленген уақыттан аспауы керек. Неке туралы анықтама енгізілді. Конституцияда алғаш рет некенің анықтамасы бекітілді. Енді неке ер мен әйелдің ерікті және тең құқығы одағы ретінде белгіленді. Білім мен медицина. Жаңа конституция бойынша орта білім тегін, медициналық көмек тегін деп белгіленді. Ал жоғарғы білім заңға сәйкес беріледі. Бұрын ол конкурстық негізде тегін көрсетілген. Конституцияда алғаш рет жеке деректерді қорғау туралы норма енгізілді. Бұл мессенджерлер, электронды пошта және цифрлық технологиялар арқылы берілетін ақпаратқа да қатысты. Еңбек даулары мен ереуіл құқығы, забастовка құқығы конституциялық мәтіннен алынып тасталды. Енді бұл құқық заңдар арқылы реттеледі. Түйінді келе, жаңа конституция Қазақстанның саяси жүйесін айтарлықтай өзгертті. Бір жағынан жаңа институттар пайда болды және азаматтардың кейбір құқықтары нақты бекітіледі. Екінші жағынан президенттік биліктің рөлі күшейіп, заң шығару жүйесі қайта құрылып отыр. Бұл өзгерістердің нақты саяси және әлеуметтік әсері конституция күшіне енгеннен кейін
алғашқы жылдары айқын көрінуі мүмкін. Айтпақшы, дәл 7 жыл бұрын 2019 жылдың 19 наурызында кешкі сағат 19:00-де Қазақстанда Нұрсұлтан Назарбаевтың билік дәуірі аяқталды. Бұл кезең шамамен 30 жылға жуық уақытқа созылды. Сол жылдары елде ерекше бір көрініс қалыптасты. Мемлекеттік мекемелердегі портреттер, Назарбаевтың аты берілген көшелер, мектептер, университеттер, түрлі нысандардағы нұр атауы, киноэпопеялар. Мұның бәрі мемлекет пен оның тұңғыш президенті бір-бірімен тығыз байланыста болғанын көрсететін тұрақты символға айналды. Назарбаевтың ресми өмірбаяны оның билік жылдарында бір тұтас тарих ретінде қалыптастырылды. Металлургия комбинатындағы қарапайым жұмысшыдан бастап мемлекет басшысына дейінгі жол. Алайда бұл тарихтың көптеген тұстары толық әрі нақты түсіндірілмей қалды. Партиялық жүйедегі жылдам мансаптық өсуі, 86 жылғы желтоқсан оқиғаларындағы рөлі, кейінгі интерпретациялар, мұның бәрі қоғамда сұрақ тудырады. Бірақ бұл сұрақтар көп жағдайда ашық қоғамдық талқылауға айналған жоқ, өкінішке орай. Уақыт өте келе, оның өмірбаяны саяси конструкцияның бір бөлігіне айналды. Мұқият редакцияланды, қайта-қайта қайталанып отырған тарихқа айналдырмақшы болды. 80 жылдардың соңында Назарбаевтың өзі билік ұзаққа созылмауы керек, ол авторитаризм тығырыққа апарады деп айтқан болатын. Алайда кейін Назарбаевтың өзі 30 жылға жуық уақыт бойы негізгі саяси фигура болып қалатын жүйені қалыптастырды. Бұл қайшылық уақыт өте келе проблема ретінде қабылданбай, қалыпты құбылысқа айналды. Назарбаев елді 90 жылдардың ауыр кезеңінен үлкен күйзелістерсіз өткізе алды. Мемлекеттік институттардың негізі қаланды, сыртқы саясат қалыптасты, Астана көшірілді. Бірақ осы кезеңде жүйенің екінші аса байқала бермейтін жағы да қалыптасты. Ірі экономикалық активтер біртіндеп туыстар мен жақын адамдардың қолына шоғырлана бастады. Саяси бәсекелестік формалды сипатта қалды, ал маңызды шешімдер көбіне жабық түрде қабылданатын болды. Уақыт өте келе жақын айналаның ықпалы экономикада да, саясатта да айқын көріне бастады. Мемлекеттік ресурстар мен жеке мүдделер арасындағы байланыс күшейе түсті. Назарбаев президенттік қызметтен кеткеннен кейін дәл осы мәселе қоғамда ең көп талқыланған тақырыптардың біріне айналды. Әсіресе оның айналасындағы кейбір тұлғаларға қатысты тергеулер мен қылмыстық істер барысында. Бүгінде жеке басқа табыну деп аталатын құбылыс ол кезде дәл солай атала бермейтін. Бұл көбіне ұсақ көріністер арқылы байқалды. Атауларда, символикаларда, ресми шараларда. Уақыт өте келе бұл қалыпты ортаға айналып, көпшілік оған мән бермейтін де болды. 2019 жылы дәл 7 жыл бұрын Назарбаев президенттік қызметтен ресми түрде кетті. Шын мәнінде оның ықпалы тағы бірнеше жыл сақталды. Тек 2022 жылы қаңтар оқиғалары оның құрған жүйесі мемлекеттік процестерге қаншалықты терең сіңіп кеткенін көрсетті. Бірнеше айдан кейін бұрын тұңғыш президентке қол соққан депутаттар оның ерекше мәртебесі мен артықшылықтарын бекіткен заң баптарын алып тастау үшін дауыс берді. Бүгінде оның атымен байланысты көптеген символдар біртіндеп қоғамдық кеңістіктен жоғалып барады. Алайда сол жүйенің негізінде жатқан принциптер әлдеқайда баяу өзгеріп жатыр. 15 наурыз күні Нұрсұлтан Назарбаев референдумға келді. Журналистермен тіпті сөйлескен жоқ, тек иығын көтеріп, өмірде осылай да болады дегендей ишара жасады. Кейінірек жарияланған бейнеүндеуде ол уақыт өзгеретінін, жаңа буын келіп мемлекетті әрі қарай дамытуы керек екенін айтты. Мен өз уақытымда Қасым-Жомарт Тоқаевтың кандидатурасын таңдадым және бұл таңдауымнан ешқашан бас тартпаймын. Бұл конституция Қазақстанымыздың және халқымыздың игілігіне қызмет етсін деп тілеймін деді. Бірақ оны тікелей емес, референдумнан кейін жариялады. Енді міне сөйтіп 7 жыл бұрын 2019 жылға 19 наурызда Қазақстанда жаңа саяси кезең басталды деп айтсақ, ел басшылығына сол уақыттан бері президент болып тағайындалған Қасым-Жомарт Тоқаевтың билігіне мінекей 7 жыл толды. Тоқаев Назарбаевтың қателігін түсінбейді емес, ол кісі өте жақсы түсінеді. Сондықтан бұл конституцияда Тоқаев өзінің билігін, жеке басының билігін бекітіп жатыр деген теорияға мен сенбейтінімді айттым. Айта кетсек, бұл Тоқаевтан кейін келетін президент кім болады, мұрагер кім деген сұрақтарға жауап беретін осы
Конституциядан жаңа ата заңның нұсқасынан біраз жауапты көре аламыз. Ал айтпақшы, вице-президенттерге келетін болсақ, менің ойымша, мүлдем күтпеген сценарийда болуы мүмкін. Ол жаңағы вице-президент қазір Қарин болуы мүмкін, Нұртілеу болуы мүмкін, Қошанов болуы мүмкін, Мәулен Әшімбаев болуы мүмкін деген теория бар ғой. Немесе басқа да дипломаттар бар. Мен мысалы президенттің мұрагері кім болады дегенге мен мұрагерлікке дипломаттарды ғана қарастырамын. Өйткені Тоқаевтың өте жақсы білетін, халық алдында 100% кепіл беретін команда, ол бәлкім осы дипломаттар тобы болуы мүмкін. Енді бұны аз ғана уақыт қалды, бұны көре жатамыз. Енді Назарбаевтың кеткеніне, биліктен кеткеніне 7 жыл деп отырмыз ғой. Осы орайда біз халықтың да пікірін білген едік. Тамашалай отырыңыздар. Біз қазақ тілін білмейміз. Бүгін білесіз бе, 19 наурыз Назарбаевтың биліктен кеткеніне 7 жыл болды. Қазіргі билік Назарбаев жүйесінен арыла алды ма? Қайдам, Назарбаевтың сіңіріп кеткен зәлімдігі сұмдық болды ғой. Әлі соның зардабын шегіп жатырмыз. Тоқаев түзетіп жатқан сияқты, кім біледі енді. О кісімен мақтанамын. Мынаның бәрдігі кімнің арқасы? Жоқ. Ана не ғой? Жоқ. Вроде жоқ. Әлі бар ма? Бар, конечно. Назарбаев жүйесінен арыла алды ма? Солай болып жатыр Назарбаевтай. Назарбаев болғанда дым өзгерген жоқ. Айта алмаймын. Жоқ, өзгерген жоқ. Қараңыз, мен 2019-да кім Тоқаев келді ғой. Мен сол кезде кеткем жұмысқа, Америкаға. Одан кейін мен 25-те келдім. 1 октябрьде. Цифровизация жағынан дамыған биліктегілер сол баяғы. Мысалы, сайлаудың өзі неге ЮГОФ арқылы өткізбейді? ЮГОФ мобайл. Білет, қалай болатынын, содан кейін өткізбейді. Назарбаевтың биліктен кеткеніне 7 жыл болды. Я запрещаю это выкладывать. Неге? 19-шы. Қойшы. Тұрысы бәрі жақсы ғой қазір. Просто ренжуге де болмайды обал Тоқаевқа. 7 жылда ол біраз көтерді Қазақстанды, көріп тұрмын, кісілердің қалай киінгені, қалай демалысқа шетелге барады бәрі, солай ғой. Әр үйде 2-3 машина қазір бараса. Мынау басшы жақсы, ана басшы жаман деген қазақтарда сондай бәсекелік болады, бірақ енді кішкене надо включать голову дейді ғой орыстар. Надо включать голову. Кемшілігі Назарбаевтың семьяларының. Сол балаларына қой деп айту керек. Особенно қызы. Дариған айтасың. Дариған айтам. Яты жоқ, бессовестный. Жақсы. Бақытты болу. Рахмет. Әумин. Назарбаев енді келмес шығар енді қалады ғой осы мінекей. Енді жастар келуге тиісті, қаншама біздің қазақ балалар жігіттері қандай керемет қой. Енді саяси алаңдағы ойындар қазір-ақ басталып кеткен секілді. Өйткені осы аптада билікті ашық сынап жүрген белсенділер мен журналистер ұсталды. Және олардың неге ұсталғаны нақты әзірге дейін белгісіз болып отыр. Мәселен, саяси белсенді Санжар Боқаев кино ойнап жүрме, әлде оны ұстау үшін Қазақстанның құзырлы органдары қойылым жасап отыр ма? Жалпы осы аптада ең көп айтылған 3 фамилия Тоқаев, Боқаев, Матаев болды. Тоқаев түсінікті Конституцияны өзгертті, Қазақстанды жаңа заманға лайықты қылам деп үлкен шаралар жүргізіп жатыр, бастамалар айтып жатыр. Ал белсенді, саяси белсенді Санжар Боқаев шын мәнінде кім болды? Өйткені бұл аптада оған қатысты бірнеше қызықты ақпарат таратылды. Мен 18 қараша күні бас прокуратура Санжар Боқаевтың ұсталғанын хабарлады. Тергеу деректеріне сәйкес ол жалған ақпарат таратты және қоғамда теріс пікір қалыптастыру мақсатында бейнематериалдарды ойдан шығарды деген күдік келінді. Боқаев белгісіз тұлғалардың Баум тоғайындағы ағаштарды заңсыз кесуін және құрылыс нысандарының мүліктерін өтірік ұрлау қылмыстарын ұйымдастырып қаржыландырды дейді. Ол үшін табысы төмен адамдарды жалдап, оларға ақша беріп, ағаш кесу мен ұрлық жасауды тапсырған дейді міс. Бірақ кешелі бері таралған 2 видео Санжардың ұсталуына қатысты сұрақтарды көбейтіп жіберді. Ең қызығы 2 видеода бұл Алматыдағы Баум тоғайындағы ағаштарды кесіп ұсталған бір адам сөйлейді. Бірақ екеуі 2 түрлі ой айтады. Бірінші таралған видеода ол тергеуші мені қорқытты
Санжар маған ақша беріп, бәрін ұйымдастырды деп айт деп жылайды. Ал екіншісінде маған солай жылауды тапсырған Боқаевтың адвокаты бәрін ұйымдастырып жүрген Санжардың өзі деп кінәлайды. Ал мен бірінші видеоны көріп алсақ. Қол жұмсады ма? Қол жұмсады ма сізге? Мен ұстап алып келген опер камера жоқ жерге апарып ұрғанда сосын анаға барып видеоға түскем. Сол видеода бар камера атын ұрғандары сызып түскендері. Қолымда наручник кигізіп қойып жатқызып ұрған мені. Светсваға адвокат бер десем адвокат берем деді, бірақ қызыл адвокат дежурный адвокат дымна білмейді, братан ол бар ғой. Мен әкем жалдаған адвокатқа рұқсат беріп отқан жоқ. Мен сізге келген кезде кіргізген ба сізді маған? Жоқ, кіргізген жоқ сізді маған. Әкем заявление жазған, бірақ мына кісімен қасыма жақындатпайды да, жолатпайды. Соның жаланы кімге жапсын деп отыр? Жаланы Боқаев пен Ұланға бердік. Негіз заказчик деген басқа адам кескен жоқпын мен. Бәрі мойныңа алсаң, сен штрафпен ғана құтылтырамыз. Сен бізге жәрдем бер дейді. Ақша мәселесі, үй мәселесі бәрін алып берем дейді. Мен керек емес мына госзащита деген, бірақ бұлар маған жазбасаң шығармаймын, или қайттан соттаймын 10 жылға деп отыр. Госзащита сұрадыңыз ба сіз? Негіз сұраған емеспін. Бұл видеоны алғаш болып журналист Вадим Барейко таратты. Оны оған Санжардың әйелі жіберген. Естігеніңізде видеода сөйлеген жігіт тергеуші мені осылай айтуға мәжбүрледі деп егіліп жылап тұр. Бұл видео Алматы қалалық полиция департаментінің кіреберісінде 2 ай бұрын түсірілген. Оны телефонға сол кезде осы жігіттің адвокаты болған Диас Ахметов жазып алған. Осы видео әлеуметтік желіде жаппай тарала бастағанда сол адамның екінші мәлімдемесі шықты. Өте ұзақ видеода өзін Ахридин Хамрақұлов деп таныстырған азамат алдыңғы видеода айтқан сөзіне өзі қарсы шығады. Солай айтуға мені адвокат мәжбүрледі дейді. Оны да көріп алсақ. Мен Хамрақұлов Ахридин Учкунович 1999-25 майда Түркістан облысы Сайрам ауданына дүниеге келгем. Мен бұл видеоны түсіруім себебі 2023-тің орталығында маған Санжар Боқаев жалдамалы жұмысшымын, өзім Питерді. Санжар Боқаев мені шақырып, үйінде жұмысын істетті. 2025-тің аяқ жағында маған звондап, келіп кете аласыз ба деді. Бардым айтқан жеріне. Сөйтсем, гранит тастарды сатып әкеп берші деді. Барып сатып алып кеп бердім. Сөйтсем, ол видео ұқсамай қапты, олардың пландары орындалмай қапты. Біріншісінде, екінші рет тағы да жіберді мені. Тағы да бардым, сатып алып кеп бердім тасын, гранитін. Сөйтіп могилкаға түсіріп бердім. Түсірген кезінде видеоға алып, Санжар өзі қойған киносымен видеоға алды. Сосын ол жерден ол жұмыс бәрі жабылып кеткеннен кейін Роши Бауманы барып ағашын кес деді. Барып кескенім үшін ол жерден тағы 100 000 теңге ақша алдым. Енді қазір сонымен мені департамент полиция ұстады. Си-18-қа апарып қамады тергеу изоляторіне. Тергеу изоляторінде жатқан кезімде Диас Ахметов деген бір адвокат келді. Мен Санжар Боқаевтан келіп тұрмын. Сол беріп атқан көрсетмеңнің наоборотын бересің деді маған. Жарайды дедім. Сосын сен анда жерге ДВД-ға барғанда шум көтересің деді. Если сен шум көтеретін болсаң, мен сені алып шығамын деді. Мен сотталып кетуімнен қорқып, амалым жоқ, сонымен келістім. Азаматтың сөзінше, мұның барлығын Санжар Боқаев ұйымдастырды. Ол кино қойып жүр екен, бірақ бұл видеоны Ахридин өз еркімен түсірді ме, оны анықтау қиын. Ең қызығы, ол бұл туралы неге бұрын айтпады, неге енді ғана шығып отыр. Өйткені ол Баум тоғайындағы ағашты кескені үшін биыл ақпанда сотталған. Сол кезде неге шындығын айтып шықпады. Тағы бір маңызды сұрақ, сот үкіміндегі ақпаратқа қарасақ, олар ағаш кесуге барғанда қастарында 2 адам болған дейді. Бұл жұмысты оларға Бақытжан есімді азамат тапсырған, бірақ тергеу кезінде Бақытжанның кім екені анықталмаған. Ал енді келіп, маған тапсырманы Санжар Боқаев өзі берді деп отыр. Айтпақшы, Бақытжан деген азамат неге анықталмады? Тапсырма беруші анықталмастан жай ғана орындаушы қалай сотталды? Ал Хамрақұловты сотта адвокат Диас Ахметов қорғағанын айтсақ, ол Ахридиннің екінші видеосындағы сөзі жалған дейді, және енді міндетті түрде Санжар Боқаевты қорғауға кірісемін деп отыр. Сонымен Санжар Боқаев бейнеролик түсіру үшін зиратқа гранит тақталарын апаруды, кейін Баум тоғайындағы ағаштарды кесуді тапсырды ма? Оны неге өзі айналысты? Бұл жұмыс үшін жалдаған адамдарға 100 000 теңге бергені рас па? Енді оның ақ-қарасын құзырлы органдар анықтайды. Бірақ құзырлы органдар ақ-қарасын шынымен анықтай ма? Міне басты сұрақ осы. Усмеде бас прокуратура мен ішкі істер министрлігіне видеолардың қайсысы рас екеніне ресми пікір білдіруді сұрап хат жіберді. Әзірге жауап жоқ. Ал біздің көкейіміздегі сұрақ, құзырлы орган Боқаевты алдағы саяси науқан алдында осындай кінәмен соттап жібермей ме? Өйткені ол тек белсенді азамат емес, саяси амбициясы жоғары жандардың бірі. 40 жастағы азамат 2022 жыл намыс деген тәуелсіз партия құрамын деп оны тіркете алмаған.
3 жыл бұрын парламент сайлауы өткенде мажоритарлық жүйемен сайлауға түсті, бірақ қарсыласы Ерлан Стамбековтен жеңілді. Дегенмен ол хаттамаларды қарап, өзінің дауысы ұрланғанын әшкереледі. Сайлау заңсыз өтті деп орталық сайлау комиссиясы сотқа берді. Бірақ жоғары сот арызды қарамады. Содан бері ол әлеуметтік желілерде белсенді түрде видеолар түсіріп, жемқорлық фактілерін көрсетіп жүрді. Бірақ қаншама видеолар түсірсе де, ол бойынша қозғалып жатқан істерді байқамадық. Оның бәрінен шаршадым деп Санжар біраз уақыт бұрын ақш-қа кетіп қалды. Саясаткер мұндай жұмыстан әбден қажығанын, өз еңбегі еш кетіп, өмірі босқа өтіп жатқанын айтты. Өзі секілді белсенділерге тиісті құзырет болмағандықтан қоғамдық жұмыстан қайыр жоқ деді. Сол ақшта жүріп, мәлімдеме жасап, жаңа конституцияға қатысты пікір білдіріп, құжатты қазіргі нұсқасында қабылдау дұрыс емес деді. Өйткені жаңа конституция бойынша мен өзімді қоғам өкілі ретінде мәжіліске ұсына алмаймын. Ал саяси партияларға өз адамын ғана енгізеді, тізімді алдын ала түзеп қояды. Біз Нұр Отанның билік жүргізген дәуіріне қайта оралып барамыз деп ашық сынаған болатын. Енді міне конституцияны ресми қабылдап, 17 ақпанда президент Тоқаев осы конституцияға атсалысқан барлық саяси белсенділерге, саясаткерлерге орден берді, медаль берді, кәдімгідей өзінің ризашылығын білдірді. Біз бұл конституцияға бір керемет қарсы шығып жатқан адамдарды, топтарды енді шын айтсақ көрмедік. Барлығы биліктің жоспарлағандай, барлығы менің ойымша баланс түрде өтті. Мемлекеттік қызметкерлер, бюджетте жұмыс жасайтын органдардың азаматтары, азаматшылары барлығы дауыс берді менің ойымша. Бұл жерде осы конституция қабылдана салып, сондай бір ресми шара өтіп, екінші күні осылай кәдімгідей спецназ жалдап Алматының ортасында Санжар Боқаевты ұстаудың артында менің ойымша жалпы үлкен риторика жатыр. Бұл биліктің риторикасы жалпы мемлекеттің ішіндегі, халықтың ішіндегі жағдайды ушықтырмау керек. Ешқандай сын айтып, халықтың көңіл күйімен ойнауға болмайды. Барлығына қатаң жаза болады, қатаң айып болады деген месседж болуы мүмкін. Жалпы бұл менің өзімнің жеке пікірім. Менің ойымша осындай үлкен месседж болды. Себебі менің ойымша қазіргі биліктің риторикасы ол әлемде үлкен геосаясат жүріп жатыр, ойындар жүріп жатыр, неше түрлі жаңағы мемлекеттердің терге қақтығыс, соғыс ашылып жатқан заманда біз ішкі қақтығысқа жол бермейміз деген месседж болуы мүмкін. Тағы да биліктің екінші месседжі Санжар Боқаев, Дариға Назарбаева мен Қайрат Шәріпбаевтың адамы, бұл сол кісілерге қызмет атқарған, сондықтан да жаңағы Санжар Боқаевтың артында Дариға Назарбаев болуы мүмкін. Дариға Назарбаева осы Санжар арқылы халықтың көңіл күйін бұзып, ықыласын бұзып, ертең тағы да қанттар болып кетуге жол ашуы мүмкін деген теория бар. Бірақ мен мына жерде мына бір сұхбаттың үзіндісін қойғым келеді. Бұл жерде Санжар Боқаев уақыт көрсетеді деген Жылқышыбайға сұхбат беріп отыр. Сұхбаттың үзіндісін қарай отырыңыздар. Бағында достарым айтады, не істейсің? Бәрібір сен жинамайсың оны. Босқа бизнесінен айырыласың. Жаңағы келетті сен атып кетеді, мысалы үшін деген сияқты. Мен оларды түсіндіремін да, мен бизнесім жаңағы бағасы түкке де тұрмайды. Көк тиын да, мысалы үшін, ұл қыздарымыздың, немерелеріміздің өмірін алатын болса. Енді бұл жерде Санжар Боқаев көзіне жас ала отырып, жалпы
елде адамның құқығы қорғалу керек, күресу керек деген месседжді айта отырып жылап жібереді. Бұл жерде бір енді мен өзім жеке басым бір маска киген Санжар Боқаевты көріп тұрған жоқпын. Санжар Боқаев кезінде мемлекеттік қызметте жұмыс атқарған, бірақ мемлекеттік қызметте 3,5 жыл ғана жұмыс атқарған. Егер біз керемет Қазақстан тарихында оппозиция құрған Алтынбек Сәрсенбайұлы, Заманбек Нұрқаділовті қарасақ, ол кісілер өмір бойы Назарбаевпен бірге жұмыс жасаған, 20-30 жыл мемлекеттік қызметте жұмыс жасаған адам. Бірақ ол кісілерге қатысты олар Назарбаевтың жасаған адамдары деп ешкім айыптамайды, өздеріңіз білесіздер. Бірақ 3,5 жыл ғана мемлекеттік қызметте жұмыс жасаған, 2 жылдай ғана сол Қазтрансгаз компаниясында жұмыс жасаған Санжар Боқаевқа осындай күйе жағыла береді. Және де бұл күйенің жағылуы әрине билікке өте қолайлы, халықтың сенімін кетіріп, сондай бір фигура жасау, Менің ойымша, бұл жерде Санжардың өзінің ішінде бір үлкен күйзеліс болды. Ол Санжар Боқаев шынымен де, мен мысалы бір Санжар Боқаевтың Тоқаевты бір ашық, өте бір жамандап, өте бір сынағанын көрген жоқпын. Мен мысалы Санжар Боқаевпен бірнеше рет сұхбат жаздым. Ол сұхбатында президентке қатысты өте бір өзінің құрметін айта отырып, ол жалпы жүйеге қатысты жаңағы ауытқушылықтарды, қателіктерді өте бір фактімен көрсетіп отырды. Мен ойлаймын, бұл тұрғыда Санжар Боқаев өте сауатты, белсенді. Сондықтан да жаңағы Санжар Боқаев жаңағы өз қолымен жұмысшыларға жаңағы тапсырыс берді. Оларды жаңағындай әдейі ағаш кестірді, әдейі жаңағы гранитті алғызды деген теорияларға мен мысалы енді бір кәдімгі үлкен дәлел болмаса сене алмаймын. Ал мына видеоларды қарап отырып, осы теорияларды қарай отырып, әрине халық өзінің бір қорытындысын жасайды. Бірақ менде тағы бір мәселе бар. Санжар Боқаев өзіне қатысты қылмыстық іс қозғалғанын білді. Бірақ оған шетелге кетуге жол берілді. Менің білуімше Қазақстанда қандай да бір азаматқа қатысты қылмыстық іс қозғалғанда шетелге кету мүмкіндігі кесіледі. Шетелге кете алмайды. Бірақ Санжар Боқаев 2 айдан бұрын Америкаға кетті. Ол өзіне қарсы қылмыстық іс қозғалып жатқанын білді. Ол өзіне қарсы жаңағындай жұмысшының қарсы пікір айтып отырғанын, ондай жаңағы нұсқа айтылатынын барлығын біле тұра ол не үшін Қазақстанға келді? Конституция қабылданып жатқан референдум алдында ол не үшін Қазақстанға келді деген менде мінекей сұрақ бар. Дәл осы сұрақ маған шынымен бір жағынан күдік тудырады. Не үшін? Немесе Санжар Боқаевқа шынайы сондай бір саяси өзінің көзқарасын көрсетіп, кәдімгідей саяси оппозиционер ретінде статусын бекіткісі келді. Әлде Санжар Боқаевқа Қазақстанға келді деген бір нұсқаулар болды ма? Мен түсінбеймін. Мысалы, бұл жерде осындай бір теориялар бар. Әлде ол шынымен де енді Америкадан бірақ 2 ай Америкада болды. Менің білуімше Қазақстанды жарты жыл сайын егер шетелде сен туристік визамен болсаң, Қазақстанға жаңағы келіп отметка жасау керексің. Сондықтан да әрине бұл жерде әртүрлі нәрселер бар, бірақ та мен ойлаймын былай, жалпы адамды айыптағанда нақты дәлел болу керек. Ол қандай дәлел? Мінекей, қылмысты жасап жатқан жерінде ұстау керек адамды, немесе сол қылмысты жасауға итермелеп жатқан, жасап жатқан сәттердің бір дәлелі болу керек. Ал құрдан құр, мысалы, адам шығып, маған қысым көрсетті, мен мынандай показания бердім, сосын кейін маған былай айтты, былай бердім деп тек қана адамның нұсқауымен адамды айыптау менің ойымша дұрыс емес. Бүгін Санжар Боқаевтың басына түскен жағдай кез келген адамның басына түсуі мүмкін. Сондықтан да бізде менің айтатын тәуелсіз сот болуы, тергеу істерінің ашық болуы, кез келген қылмыстық істе дәлел болуы деген енді элементарный факторлар сақталу керек деп санаймын. Менің ойымша біз жаңа конституция қабылдап жатқанда, жаңа мемлекеттің құрылымын құрып жатқанда ең басты нәрсе ол осы адам құқығы екенін ұмытпау керек. Біз адам құқығы, адамның құқығының сақталуы, адамның айыпталуында 100% дәлел болу,
сол дәлелдің негізінде тәуелсіз сот өзінің шешімін шығару керек. Мінекей. Осы тұрғыда әрине біз әзірше әлсіз болып отырмыз. Айтпақшы тағы да осы аптада ұсталғандар қатарында Боқаев қана емес, Матаев бар. Қазтаг ақпарат агенттігінің бас директоры Әсет Матаев бұзақылық бабы бойынша күдікке ілінді. 17 наурызда кешке Достық Плаза сауда орны маңында төбелес болып, полиция оған қатысқандарды ұстаған. Арасында Әсет Матаев та бар. Қазір ол уақытша қамау изоляторында. Алдын ала мәлімет бойынша 2 адам мас күйінде ойын-сауық орнынан шыққаннан кейін сөзге келіп қалған, оның соңы төбелеске ұласқан. Бірақ оның адвокаты Рена Керимованың сөзінше, Матаевқа бір топ адам жабылған, оның салдарынан оның басы жарылған. Ол досымен бірге Достық даңғылындағы бардан шығып таксиге отырмақ болған, бірақ жолда белгісіз ер адамдармен жанжалдасып қалған. Сәл керілдескеннен кейін Әсеттің сөзінше 5-6 адам оған және оның досы Уәлиханға жабылып ұрып соққан. Яғни адвокат Рена Керимова мұны арандатушылық деп есептейді, бірақ нақты кімнің тарапынан болып отырғаны әзірше белгісіз. Жалпы Әсет Матаевтың басынан биыл қара бұлт арылмай қойды. 2025 жылы желтоқсанда Матаев пен Қазтаг бас редактор Әмір Қасенов жалған ақпарат таратты деген күдікке ілінді. Одан бері Қасенов үй қамақта отыр, қылмыстық іс бойынша тергеу жүріп жатыр. 2026 жылы қаңтарда прокуратура Матаевты да үй қамаққа алу туралы өтініш беріп, кейін оны қайтарып алған. Айтпақшы, бұл жерде сотқа берген Freedom холдингінің басшысы Тимур Турлов. Ал Қазтаг Тимур Турловқа қатысты бұл істі өздеріне жасалған қысым деп санады. Өйткені күдіктілер сол кезде қылмыстық істің болғанынан бұқаралық ақпарат құралдары арқылы білген. Ол іс 18 тамызда тіркелген, сонда бірнеше ай бойы оларға хабарламаған. Адвокат Рена Керимова сол кезде адамды сырттай күдікті деп тану заңсыз екенін бірнеше рет айтқан болатын. Еске салайық, ол кезде шағым берген миллиардер Тимур Турловқа тиесілі Freedom Finance компаниясы. Естеріңізде болса, Тимур Турлов Ресей азаматы қаңтар оқиғасынан кейін Қазақстанның азаматтығын алып, қазір Қазақстанда үлкен бизнес холдинг құрған кәсіпкер. Айтпақшы, осы тұста өткен шаққа оралса, Қазтагтың қазіргі директоры Әсет Матаев пен оның әкесі, агенттіктің бұрынғы директоры, негізін қалаушысы Сейтқазы Матаев осыған дейін Назарбаев президент болып тұрған кезде бірнеше жыл болдың түрмеде отырып шықты. 2022 жылы жоғарғы сот оларды толық ақтап, 2016 жылғы сот шешімін жоққа шығарды. Тіпті жоғарғы соттың судьясы оларды заңсыз соттаған үшін мемлекет атынан кешірім сұрады. 2024 жылы президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаевты құрмет орденімен марапаттады. Ал қазір сол Сейтқазы Матаевтың ұлы әкесінің ісін жалғастырып келе жатыр. Енді Әсет Матаев ұсталып, мінекей бүгінгі күнде басы жарылса да СИЗОда Алматыда отыр. Ал біздегі сұрақ, бұл жерде шынымен де журналистке қатысты жасалған егер провокация болса, құқық қорғау органдары өзінің экспертизасын жасап, сараптамасын көрсету керек деп санаймын. Бірақ бұл жерде менде тағы да бір сұрақ туындайды. Кезінде Назарбаевтың кезінде әділетсіз сотталып, Тоқаевтың кезінде ақталып, осындай үлкен шешіммен ақталып, өздерінің репутациясын қайтарған журналистке қатысты енді үлкен қылмыстық іс қозғалып жатты. Осындай провокация жасалып жатуы нені білдіреді? Менің ойымша, бір жағынан бұның барлығы президентпен келісілді деген теорияға мен мысалы сенбеймін. Менің ойымша, бізде бір осындай жақсы теория бар қазір. Жалпы кез келген принципі бар, өзінің ойы бар, өзінің пікірі бар, билікке жағынбайтын журналист болсын, белсенді болсын, оларды осылай соттау, қудалау өте қолайлы технология болып кетті. Ал бірақ бұндай технологияны қолданбас бұрын, менің ойымша бізде сондай бір қаралау әдісі жұмыс жасайды. Президент әкімшілігіне барып, оларды жамандау, қаралау, әдейі бір ақпараттық жұмыс жүргізу технологиясы қазір тым қалыптасып кеткен сияқты. Менің ойымша, дәл осы тұсқа біздің президент Тоқаев назар аудару керек. Мен мысалы бір
Әсет Матаев тарапынан да, Санжар Боқаев тарапынан да бір радикалды қылмыс, радикалды бір әрекет жасағанын, радикалды бір месседж бергенін көрген жоқпын. Менің ойымша бұл азаматтар енді кез келген қоғамда баламалы пікір айтатын, баламалы сын айтатын адамдар болады. Олардың бәрін енді бүкілін елдің бәрін аузын жауып, елдің барлығын отырғыза берсек, ертең СИЗОда да, түрмеде де орын қалмайды ғой. Сондықтан да менің ойымша бір жағынан бұл дұрыс емес. Осы мәселеге біздің билік назар салса деймін. Жалпы Қазақстан қоғамы қазір бір екіге бөлініп кеткендей. Бір жағынан шындық айтып, түрлі былықтарды әшкерлеп жүрген әртүрлі себеппен ұсталып жатыр, осындай адамдар. Екінші жағында билікті қолдап жүрген белсенділер мен журналистер марапат алып, бірін-бірі құттықтап, мәз-мейрам. Бір параллельді екі әлем. Енді бұл жерде бізде ақ түс бар, қара түс бар, оң қол бар, сол қол бар. Бізде Қазақстанда 20 миллион адамның барлық пікірі бірдей болып кетуі мүмкін емес. Ол енді олай болмайды да, бірақ та баламалы бар пікірлер, билікті қолдап жатқанда адамдар ол енді болады да, оларды біз жоққа шығара алмаймыз. Сында болады, қолдайтындар да болады. Менің ойымша бізде осы сын айтатын адамдарды жау қылу, 37-ші жылдағыдай осындай барлығын қатар айыптау, түрмеге отырғызу, менің ойымша дұрыс емес. Енді бір жағынан билікті қолдап жатқан, мемлекетте жұмыс жасайтын адамдар, енді олар да өздерінің жұмыс жасап жатқан нәрсе. Оларды да сынауға болмайды. Әркімнің өзінің пікірі бар, әркімнің өзінің шындығы бар деген сияқты дүние ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, кез келген қоғамда бұндай процестер болу керек. Одан бір қорқудың, шошудың қажеті жоқ. Әркім өзінің біліміне сай, өзінің енді көкжиегіне сай, өзінің жаңағы тәрбиесіне сай деген сияқты әркім өзінің пікірін қалыптастырады. Егер назар салсаңыздар, Конституцияға да қатысты біз, мысалы, ұлыс медиада сынап жатқан саясаттанушыларды бердік, Санжар Боқаевтың да пікірін бердік, Дос Көшімнің да пікірін бердік, әртүрлі белсенділердің пікірін бердік. Бір жағынан біз депутаттарға да алаң бердік, комиссия мүшесі, Конституция не үшін қабылданып жатыр, бұл мемлекетке қандай пайда әкеледі, шынымен де бізде қазір қандай қауіптер бар деген сұрақтарға жауап іздедік. Менің ойымша бұл жерде әрі қарай өзі оқып отырған, көріп отырған халық өзі жаңағы түйінін жасайды. Сондықтан да барлығын жаман деп, барлығын бүкіл Конституцияны жоққа шығаруға да болмайды. Айтатын да тұстар бар, енді әртүрлі сынайтын да тұстар бар. Сондықтан да осы тұрғыда менің ойымша енді бір барлығымызды бірдей бір қатарға жатқызуға болмайды. Және де осы тұрғыда да бір енді әлеуметтік желіде де көріп жатқан шығарсыздар, сондай бір қоғам екіге бөлініп, жаңағы бір-бірін әйтеуір бір қазақ, бір-бірін жамандап, бір-бірін сынаумен да өтіп жатқан посттар бар, айтылып жатқан ойлар да бар. Бірақ мен ойымша біз қазір сондай бір өтпелі кезеңде тұрмыз. Бұл да өтеді, бұл да кетеді деген сияқты. Ең бастысы халықтың саяси сауаттылығы арта берсе, әрі қарай көп мәселелер өздерімен өздері шешіліп кетеді. Бірақ та тағы да айтып өтейін, мысалы сайлауға бармай қалған қаншама адамдар бар, Егер сен барып сайлауға барып, шешім қабылдауға, өзінің даусыңды беруге ерінсең, одан кейін отырып сын айту тағы да бір бөлек нәрсе, Ол жаңағы сайлаудың, кез келген дауыс берудің, референдумның ашық өтуіне тәуелсіз бақылаушы болып, жалпы бақылаушы болып қатысамын дейтін мысалы адамдар тарабы өссе, ол да бір қоғамның өзгеруіне өзінің бір әрине септігін тигізер еді. Бірақ өкінішке орай әлі күнге дейін біз бұндай саналық түрде өзінің жаңағы қадамына жауап беретін қоғамның деңгейіне жетпей отырмыз. Және де бұндай қоғамның болмауы, ондай қоғамның өспеуі әрине кез келген билік үшін қолайлы. Сонымен осы аптада өткен марапаттауға да тоқталып өтсек, мысалы
көзге түскен бір топ адам Ақордада президент қолынан түрлі марапаттар алды. Бұл тізім әрине өте ұзақ, тіпті олардың бәріне беріп жатса да бітпейтін не деген атақтар деп қаласын. Бірақ бұл жерде елдің дамуына және құқықтық тәртіпті нығайтуға қосқан үлесі үшін деп үкімет басшысы мысалы Олжас Бектеновтің марапат алғанын, Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошановтың, Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаевтың, мемлекеттік кеңесші Ерлан Қариннің, премьер-министрдің орынбасары, мәдениет министрі Аида Балаеваның, орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровке де үлкен мемлекеттік награда табысталғанын айта өткім келеді. Енді ол түсінікті де үлкен жұмыс атқарды бұл кісілер. Ал Қазақстанның бас прокуроры Берік Асылов, ішкі істер министрі Ержан Сәденов те марапатталды. Онда олар өз жұмысын керемет атқарып отыр. Оларға Тоқаевтың көңілі толады деген сөз бе дегенде сұрақ туындайды. Ал прокуратура мен ішкі істер министріне қоғам соңғы уақытта көп сынды айтып жатыр. Тағы бір қызығы, Сенат төрағасы марапат алса, сонда Сенат мықты жұмыс істеп жатыр ма? Онда Сенатты таратып қажетті қанша дегенде сұрақ тудырып жатқан адамдар бар. Егер Қарин марапат алған болса, мемлекеттік кеңесші лауазымын қысқартудың қандай логикасы бар? Жалпы осы марапаттардың логикасы қандай? Әлде жақында жұмыстан кететін болғасын, оларды жұбатып, президент қош айтысып жатыр ма дегенде сұрақ туындайды. Ал аз десеңіз, жалпы парламент өкілдерінің ішінде президенттің қолына мемлекеттік награданы мәжіліс депутаттары Айдос Сарым алды, Ринат Зайытов, Бақытжан Базарбек алды. Журналистер Ерғанат Көпжасар, Армангүл Тоқтамұрат та құрмет орденінің кеудесіне тақты. Айта кетейік, бұл журналистер Конституциялық комиссия құрамында болды. Қоғам олар неге кірді деп сол кезде сынаған еді, себебі олар заңгер емес, осы уақытқа дейін Конституция тұрмақ, қарапайым заңдар жазуға да қатыспады деп айтып жатты. Оның ішінде қателеспесем президенттің мобилографы Әділ Балтабаевқа қатысты көп сын айтты. Айтпақшы, Әділ Балтабаев та марапат алды. Біраз журналистер, әріптестеріміз марапат алғанын көрдік. Жалпы әлеуметтік желіде аудиториясы бар, жастарға танымал, олар халықты Конституцияны қолдауға шақырып, жобаны сынаған топтың аргументтерін жоққа шығарып жатты. Әсіресе көзге түскен Қазақстан ұлттық телеарнасының журналисі Ерғанат Көпжасар. Осы жылды шығарып отырғандардың арасында балаларын өзге тілде оқытып жүргендер жетіп артылады. Ана тілін білмейтіндерге шынымен де ата заңдағы бір ғана сөз кедергі болып тұр дегенге өздеріңіз сенесіздер ме? Қазір елді сабырға шақырсаң сатқын, ойланайық десең опасызға, ақылдасайық десең ақымақ қыла салу немесе жыға салуы оңай болып кетті. Солай ақ болсын ағайын. Сіз бен біздің бұл дүниеден әйтеуір бір күні өтетініміз хақ, анық дүние. Ал ұрпағымызға өзі тұратын жер керек, өз тілінде сөйлейтін ел керек. Дау қуып даурығып жүргенде Дональд Трамптың Зеленскийге айтқандай қолымыздағы картамыздан айырылып қалмайық. Жау жоқ деме жар астында. Тыңдап болсаңыздар, тыңдап айттым. Сау болыңыздар. Украина мен Ресей соғысып жатыр. Көрші елдердің бәрінде әртүрлі өзгерістер басталып жатыр. Тіпті мынау көрші елдегі тандем де тарап жатыр дегендей. Бүкіл аймақ, бүкіл әлем қозғалысқа түсті. Дәл осындай кезде жұрттан бұрын қамданып, жұрттан бұрын қабылдау Конституцияны бұл көрегендіктің белгісі. Мемлекет басшысының көрегендігінің белгісі. Біздің билеуші таптың өзінің жауапкершілігін сезінуінің мәселесі. Соғыс, мүдде, саясат сайқалыс, алайда Қазақстанның мақсаты, оның мүддесі, дәлірек айтса, қазақ елінің тыныштығы, төбемізден зымыранның жаумауы, сауда серіктестерімізбен, көршілерімізбен тыныштықта болуы ең маңызды. Осы және өзге де нормалар жаңа Конституцияның жобасында жазылған. Ендеше елдің ертеңі үшін таңдауды бірге жасайық. Конституциялық соттың енгізілуі шығармашылық иелерінің де конституциялық құқықтарын қорғаудың нақты тетігіне айналды. Бұл заң үстемдігіне, мәдениетке тікелей ықпал етеді. Айтпақшы, осы уақытқа дейін Қазақстан тәуелсіздігінен айырылады деп үлкен сын айтқан Танагөз Толқын қызына қатысты оған қарсы пікір айтқанда осы Ерғанат Көпжасар болатұғын. Қазақтар тәуелсіздігін сақтап қала алмайды, себебі ол сапасыз ұлтқа айналған. Принципі жоқ наданлық қалыптасты. Жағымпаз, өтірікші, екіжүзді, сатқын, намыссыз, фейк, псевдо ұлт. Өз тілінде сөйлемейді, құлдық сана етінен өтіп, сүйегіне жеткен, ешкімге ештеңе керек емес.
ешкімге араша түспейді, қорқақ можанталпай, дарақы мақтаншақ, критикалық ойлау санасы қалыптаспаған бейғам жайбарақат басына кім көрінген аяғын сүртіп кете береді дейді. Бұл Танагөз Толқынқызының Фейсбукқа жазған постының басы, аяғын оқудың аса бір қажеті жоқ, маңызы жоқ, керек жоқ. Басына кім көрінген аяғын сүртіп кете береді деген кезде телефонды қабырғаға лақтырамын деп анау артын сындырып алдым. Ашуландым, себебі мен адаммын. Иә, марапат алсын, біз қызғанбаймыз, құттықтаймыз, бірақ олар қаншалықты әділ алып жатыр және халықтан шынайы баға берілді ме? Ондай марапаттар атақтардың құнын кетіріп жіберген жоқ па? Одан да қорқыныштысы әлде көңілге қонымсыз дейміз бе? Осы азаматтар енді мұнымен де тоқтап қалмайтын сияқты. Олар енді құрылтайдан ойып тұрып орын алады, депутат болуы мүмкін, жаңадан құрылатын жаңа халық кеңесі құрамына кіруі мүмкін. Енді кезінде де солай болды, мысалы кезінде Дана Нұржігіт қателеспесем, сенатор болды, ол да мысалы журналист, өткенде Бибігүл Жексенбай да мысалы журналист болды, қазір сенатта отыр. Кезінде Бақытгүл Хаменова да осындай журналистік қызметтен бастап үлкен саясатқа келді, Назарбаевты мақтады, көтерді, неше түрлі мақтаулар айтты. Кейін Назарбаев биліктен кетті, ол кісі сотталды. Айтпақшы, осы аптада ол Хаменова толығымен түрмеден шыққаны туралы ақпарат шықты. Еліме, халқыма 11 ай бойы анама келіп бір жыл сөздерін арнап жатқан еліме, қаймана қазаққа рахмет айтам. Расында аққа құдай жақ, бәрібір де шындық шығады. Соңына дейін күресіп, әлі апелляциялық сот бар, жоғары сот бар, халықаралық сот бар. Ол шындықтың жер бетіне шығатынына білем. Сондықтан әрине өкінішті. Сондықтан да журналистердің марапат алуы бір үлкен жаңалық емес. Ол біздің Назарбаевтың кезінде болды, Назарбаевты мақтаған неше түрлі журналистер болды, олар өсті, үлкен лауазым алды. Мінекей енді Тоқаев кезінде Тоқаевты ашық мақтап, үлкен сондай жұмыс атқарып, өздерінің деңгейінде мінекей марапат алып жатыр. Енді олар әрі қарай өседі. Енді ол заңды құбылыс. Менің ойымша ешкімді бір міндеттемейді. Егер әр адам өзінің бір етикасына сәйкес деп айтса, өзінің енді ойлағанын жасайды. Әрине, бұл жерде тек бұл журналист болдау деп қана біз кішкене күрсінеміз. Бірақ енді сондай идеология мемлекеттік телеарналарында идеологиясы сондай. Сондықтан, бірақ енді біз көпке топырақ шашпайық, десек те Қазақстанда мемлекеттік телеарналарда болсын, жұмыс жасап жатқан мықты журналистер бар, әріптестеріміз бар. Өздерін бір ешкімді мақтамай, мадақтамай, тек қана жұмысын жасап, этиканы сақтап жүргенде адамдар бар екен атап өткім келеді. Айтпақшы, журналистер демекші, референдум болған күнді 15 наурыз күні референдум барысында журналистерді ұстауда фактілері болды. Азаттық радиосының журналисі Жолдас Өрісбаев пен Информбюроның журналисін полиция алып кетіп, 3 сағат тергеу жұмысын жүргізіп, тек қана содан кейін ғана журналистерді босатты. Бұған дейін Улус Медианың да журналисін осындай митингке шыққан, пикетке шыққан, әскерде қаза болған сарбаздардың аналарын түсіру мақсатында съемка жүргізген кезде полиция біздің журналисті ұстап, алып кетіп, видеоларын өшірткен тұғын. Енді бұндай оқиғаларды біз соңғы уақытта жиі көріп отырмыз. Бірақ енді біздің қолымызда не бар? Біздің қолымызда бұл тек қана айту, оны өзімізге бекітіп отыру, ал ары қарай ненің қалай болатын енді ары қарай уақыт көрсете жатар десек те. Сонымен Тоқаев не айтты? Референдум күні де айтты. Жалпы жаңа құрылтай жастардан құрылуы тиіс деді. 30% қателеспесем квота беріледі жастарға. Яғни мүмкіндігі жоғары, оның үстіне құрылтайға берілетін ассамблея квотасы енді жоқ. Демек, біраз орын босайды, демек шансы бар, қазақша айтқанда. Яғни, екінші жағынан марапат алғандардың кейбірі жаңа құрылтайға кіргісі келмейтін дейтін.
Оны мысалы депутат айтыскер ақын Ринат Зайытовтың пікірінен байқадық. Ол өзіне бұл атақ не үшін берілгенін білмейтінін айтып, келесі сайлауға бармаймын ау деді. Ринат кеше марапатталыпсыз. Не үшін алдыңыз? Білмеймін, өзім де ойландым кеше, енді соң аванспен берген шығар деп ойладым, осы түбінде осы мәдениет саласына бір қайраткерлік жасайды ау деп. Сосын отырып ойладым, енді бірдеңе үшін берсе, демек мен бір әрекет жасауым керек. Өзім уәде бердім, бір 4-5 мақсат қойдым, соның біреуі ең болмаса орындалса, сол күні мен тағам жарқыратып болмады қойды. Әзірге мен оған лайықталдым, бір керемет мен осындай еңбек істеп тастадым деп өтірік айта алмаймын. Марапат алғанға ұялып тұрған сияқтысың? Кішкене бар. Енді мәдениет қайраткеріне лайық менен де көп адамдар бар Қазақстанда. Мысалы, атаңызшы. Көп деймін, ол өңірлерде, театрларда, филармонияда 20 жыл, 30 жылдан сол жерде жұмыс істеген адамдар бар. Оны атайтын болсам ұзақ тізім. Ринат, бұл атақ маған аванспен берілген шығар. Әзірге тақпаймын, алға қойған 4-5 мақсатым орындалса, сол күні оны жарқыратып тағамын деді. Ал мақсаттарының ішінде тағы да депутат болу жоқ сияқты. Яғни депутаттықтан жалықты ма, әлде елге берген уәделерін орындай алмайтынына көз жетті ме, одан да басқа салада халыққа пайдалы іспен айналысам деді. Сонда депутаттар халыққа пайдалы іспен айналыспай отырғаны ма? Қалай десек те, осы жып-жылы креслода 3 жылдан артық отырған депутаттар енді 3 айдан соң орнын босатады. Олар оған қаншалықты дайын? Улусмедиа тілшісі осы сұрақты бірнеше депутатқа қойып көрген еді, жауабын бірге тыңдасақ. Улусмедиа Нұрбек Байтұрсынов, бір сұрақ қойсам болады ма? Депутаттан кетуге дайынсыздар ма? Қойшы, бас сұрағым жоқ қой. Улусмедиа Нұрбек Байтұрсынов, бір сұрақ қойсам болады ма? Депутаттан кетуге дайынсыздар ма? Бола ма қоюға? Болмайды. Неге болмайды? Неге телефон етіп жүрсіз? Жауап беріңізші. Не үшін жауап беремін? Енді сіз депутатсыз ғой. Кейін жауап беремін, да, жақсы. Қашан жауап бересіз? Байқағандарыңыздай, Ардақ Назаров та, Ұлықбек Тумашинов та жауап бермеген. Екеуінің де жүйкелер әбден тоза бастаған сияқты. Ардақ Назаров тіпті редакция тілшісінің телефонын итеріп жіберді. Тумашинов қойшей басқа сұрағын жоқ па деп кекетіп өте берді. Міне, депутаттарымыздың деңгейі осындай. Мен мысалы бұл жерде депутаттардың жүйке жүйесі бір тозды деп санамаймын. Халыққа қарағанда жағдайлары өте жақсы, астарында көлік, үйлері бар, барлық мәселелер шешілген депутаттар ғой, бірақ осындай журналистпен осындай дөрекі сөйлесу, ол халықпен дөрекі сөйлесумен бірдей. Менің ойымша, қазір құрылтайдың құрамын жасайтын саяси технологтар, әсіресе мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин мырза, Ерлан Қошанов осындай адамдарға назар салу керек деп санаймын. Менің ойымша, бұның барлығы биліктің шешімдерін, биліктің жасап жатқан дүниелеріне дискредитация жасайтын депутаттар. Айта кетейік, жаңағы жоғарыда айтылып кеткен Тумашинов туралы, осыған дейін ұлыстың ашық микрофон айдарының қонағы болған Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданының тұрғыны қарапайым шаруа Әлібек Керімұлы осы Тумашинов туралы пікір айтып, ол депутат болған 2 жылда өңірге бір-ақ рет барғанын айтқан. Ал Ардақ Назаров мәжіліс залында анасын туған күнімен құттықтап қана есте қалды. Міне, бірде-бір маңызды депутаттық сауал жолдап, халықтың көкейіндегі сұрақтарды көтермеген осындай депутаттар келесі құрылтайда болмайды деп үміттенеміз. Сонымен жаңа конституция қабылданды. Қоғам қанша шулап талап етсе де 9-шы баптың 2-ші тармағы алынып тасталған жоқ. Тек орыс тілі қазақ тілімен енді тең емес, қатар қолданылады деп өзгертілді. Жобаны жасаушылар қатар сөзі тең дегеннен төмен тұратынын түсіндірді. Келсем, қатар деген ол қатар, тең деген тең. Бірақ енді ол үнемі бірге қолданылады дегенді білдірмейтін шығар деп үміттенеміз. Әлде олай болмайды ма? Мысалы, осы бекітілген конституцияның өзі қарасаңыз, 2 тілде жазылды. Журналистер байқаған тағы бір деталь, дауыс беру жәшіктеріне жабыстырылған мөр қағазы отпечатано деп тек қана орыс тілінде жазылған. Яғни мөр басылды деген нұсқа жоқ. Бұл енді өте жанға бататын дүние. Соны қазақша жазбаса, мысалы, тым болмаса 2 тілде бірдей жазса,
бұл заңға қайшы ма? Яғни осы референдумды өткізуге жауаптылардың жіберген бір осындай олқылықтары болып жатты. Одан қорытынды шығарып, келесіде қайталамайтын болар деп үміттенеміз. Айтпақшы, көрші ел демекші, кеше ғана Қазақстанның Ресейдегі елшісі Дәурен Абаев Қазақстандағы орыс тілінің мәртебесі туралы мәлімдеме жасады. Ол референдумда мақұлданған жаңа конституция Қазақстанның Ресеймен сенімді әріптес болып қала беретінін және орыс тілінің мәртебесі сақталатынын мәлімдеді. Абаевтың айтуынша, конституция мәтінінің қазақ және орыс тілдерінде бірдей заңды күшпен жариялануы мемлекет тарапынан орыс тілі мен орыс тілді азаматтарды қорғауға ұмтылыстың айқын көрінісі. Біз елшінің осындай мәлімдемені не үшін жасағанын және биліктің 9-шы баптың 2-ші тармағын неге алмағанын түсініп отырмыз. Бірақ қазақ тілінің мәртебесін арттырып, оған сұранысты арттыру үшін де билік тарапынан жұмыстар жасалу керек шығар. Мысалы, мәжіліс депутаты Қазбек Иса мемлекеттік қызметкерлердің мемлекеттік тілді білмеуіне қатысты мәселе көтерді. Ол мемлекеттік қызмет істер агенттігінің төрағасы Дархан Жазықбайға мемлекеттік қызметкерлерге қазақ тілін қашан міндеттейсіңдер деп сұрақ қойды. Айта кетсек, дәл қазіргі уақытта Қазақстанда мемлекеттік қызметке келетін санаттағы барлық азаматтар нешен түрлі тест тапсырады, оның ішінде қазақ тілінен де тест тапсырады, бірақ дәл қазақ тілінің тестлеудің нәтижесі ескерілмейді. Осындай бізде енді олқылық бар, менің ойымша бұл дұрыс емес. Мемлекеттік қызметке келетін мемлекеттік қызметте бізде Қазақстанда кез келген ұлт өкілі жұмыс жасауға құқылы. Қазақ болсын, орыс болсын, ұйғыр болсын, өзбек болсын, сен Қазақстан Республикасының азаматы бол, сен мемлекеттік тіл, қазақ тілін еркін меңгер. Мінекей, осы талапқа сәйкес болған кез келген адам, менің ойымша, мемлекеттік қызметте жұмыс жасауы тиіс. Біз ұлтқа бөлмейміз. Біз тек қана мемлекеттік тіл мәселесін айтып отырмыз. Ойлаңыздаршы, Францияда француз тілін білмейтін мемлекеттік қызметкер, немесе Италияда итальян тілін білмейтін мемлекеттік қызметкер, немесе Америкада ағылшын тілін білмейтін депутат конгрессте отырады дегенге сіздер сенесіздер ме? Ол мүмкін емес. Мінекей, менің ойымша, біз қазақ халқы 30 жыл бойы орыс тілінің қазақ тілімен тең деген дәрежесін қолдап келдік, үндеген жоқпыз. Осы жолы халық наразылық білдірді, билік консенсусқа келді. Енді орыс тілі қазақ тілімен тең емес, орыс тілі тек қана қазақ тілімен қатар жүреді. Мінекей, осыдан кейін барып, енді осы тек қана конституцияның осы бабына сәйкес бізде қазір тіл туралы заң толығымен жаңартылу керек, және де ең құрмағанда мемлекеттік қызметке қатысты, қазақ тіліне қатысты талапты, мінекей қазір мемлекеттік қызмет істер жөніндегі агенттіктің төрағасы Дархан Жазықбай қолға алып, осыны жүзеге асыру керек деп санаймын. Мемлекеттік қызметкерлер үшін мемлекеттік тілді міндеттеу қашан кейін кешегеріледі. Бұның айтып отқан себебім, мемлекеттік қызметке тұру кезінде, қарсы тест тапсырған кезде қазақ тілінен сұрақ бар, бірақ оған бал қойғанда нөл қойылады. Қазақ елінде қазақ тілінің, мемлекеттік тілдің балы қашан нөл болады. Біз бұл тиісті норманы депутат Самат Мұсабаев екеуміз ұсындық. Осы мәселе қашан жөнделеді? Мемлекет басшысы Тоқаевтың өзі Қазақстанның азаматтары мемлекеттік тілді білуі парызы және міндеті деді. Ал бұл міндет ең алдымен мемлекеттік қызметкерлерден басталмай ма? Рахмет. Жақсы, рахмет. Енді алда екінші оқылым бар, жаңа ұсындық деп жатырсыз. Сол мәселені осы екінші оқылымда қарастыруымызға болады. Жалпы мемлекеттік қызметшілердің қазақ тілін меңгеруін міндеттеуге қашан нақты талап қойылады деген сұрақ. Осыған нақты жауап берсеңіз. Рахмет. Енді Самат Базарбайұлы, қазіргі таңда өзіңіз білесіз, мемлекеттік тіл қазақ тілі болып есептелінеді. Сондықтан да менің жеке пікірім, мемлекеттік қызметшілердің бәрі қазақ тілін білу міндетті. Естігендеріңіздей, Дархан Жазықбай екі депутатқа да мемлекеттік қызметшілердің бәрі қазақ тілін білу міндетті деп санайтынын айтып, қысқа жауап
жауап қайырды. Ал Қазбек Исаның айтуынша 2 жыл бұрын елде мемлекеттік қызметкер саны 89 мың болған. Қазір 2 жыл өтті. Дөңгелектеп 100 мың қылайық. 100 мың мемлекеттік қызметкер 20 миллион халықтың 0,15% ғана. Демек, халықтың аз ғана бөлігі. Сондықтан оларға мемлекеттік тілді дереу міндеттеу керек дейді депутат. Иә, Қазбек Исамен біз де келісеміз. Өйткені тіл үшін күрес Конституцияға жазылған бір ғана сөзбен шешілмейді. Ол күнделікті сағат сайын, сәт сайын болып жатады. Бірақ қарапайым халық өзінің күресін жүргізе алу үшін мемлекет тарапынан лайықты жағдай жасалу керек. Мысалы, тек мемлекеттік қызметкерлерге міндеттеу емес, мемлекеттік балабақшаларды тек қазақ тілінде ашу керек шығар. Балалардың тілі естігеннен, көргеннен шығады. Оларға арналған қазақша контенттерді көбейту керек, қазақша контентке бөлінетін бюджетті көбейту керек. Сондықтан да менің ойымша мемлекеттік балабақшаларды тек қана мемлекеттік тілде, қазақ тілінде қабылдаса, ештеңеде болмайды. Ал мектепте орта білім окей. Орыс тілінде оқитын орыс тілінде білім алсын, қазақ тілінде алатын қазақ тілінде білім алсын, ағылшыншасы ағылшын тілінде білім алсын. Білім алуға қатысты әрине ешқандай айтатыным жоқ, бірақ менің ойымша мемлекеттік балабақшада балаларды тек қана қазақ тілінде оқыту керек. Айтпақшы, парламентке оралатын болсақ, мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Дархан Жазықбай журналистердің сұрағына жауап бермей қашып кетті. Мінекей, осылай. Көргендеріңіздей, осы апта қызыққа толы болды. Айналдырған 3-4 күннің өзінде қаншама қарама-қайшылықтар. Біреу ұсталып жатыр, біреу марапат алып жатыр. Журналистер сұрақ қойып жүр, депутаттар жауап бермей қашып жүр. Біреу шындықты айттым дейді, біреу оны жоққа шығарады. Ал шындықтың өзі қай жақта екенін түсіну тіпті қиындап барады. Тіпті Санжар Боқаевтың оқиғасындағы бір адамның 2 күнде 2 түрлі ой айтуынан кейін кімге сенерімізді білмей қалдық. Жаңа конституция қабылданды. Қағаз жүзінде бәрі күшті, енді іс жүзінде қалай болады? Шынымен де енді жүйе жаңара ма? Шынымен де саяси жүйеде жақсы жаңалықтар бола ма? Билік жаңарып жатқаннан бөлек, сол жаңаруға ескі Қазақстанның өкілі өз аяғымен келіп дауыс берді. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс. Бірақ шын мәнінде кім ұтып, кім ұтылып жатқанын әрине уақыт көрсетеді. Сондықтан саясатқа да, саясаткерге де сене бермей, салқын ақылмен қайта-қайта сараптау қажет. Біздің көздегеніміз де осы. Сіздерге барынша жан-жақты ақпарат беру. Өйткені саясатта кімнің дұрыс, кімнің бұрыс екенін дәлелдеу өте қиын. Ең бастысы сол ойындардың зардабы мына елге, халыққа тимесе дейміз. Себебі осының бәрінің ортасында қарапайым адам бар. Ешкімнен ешқандай марапат алмайтын, тіпті күтпейтін, ешқандай мінберге шықпайтын, таңнан кешке дейін еңбек ететін, отбасын асырайтын, баласын тәрбиелейтін, кредитін төлейтін, адал нан табуға тырысатын саясаткерлердің бітпейтін амбициясы сол адамдарға тиіп кетпесе дейміз. Өйткені саясаттағы ойындар, бітпейтін билік тартысы, марапат пен қудала, бұның бәрі жоғарыда болып жатқан процестер. Ал қарапайым адамның қолында не бар? Оның бары, оның еңбегі, адалдығы. Адам өз еңбегімен тапқан нанына сенімді болса ғана ешқандай саяси даудан қорықпайды. Сондықтан бүгінгі жағдайға қарап отырып, бір шындықта мойындау керек сияқты. Саясат бәріне бірдей таза жол емес. Ол жерде әркім өз ережесімен ойнайды, ал ол ережелер әрдайым әділ бола бермейді. Құрметті Ұлыс медиа арнасының көрермендері, ардақты ағайын, баршаңызды ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Наурыз жаңару мен жаңғырудың, береке мен бірліктің мерекесі. Еліміздің жаңа белестерге қадам басқан шағында, жаңа ата заңымыз да мемлекетіміздің дамуына серпін береді деп сенеміз. Әр шаңырақта шаттық пен бақыт орнасын. Апта бойы бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғыс айтамын. Видеоға лайк басып, пікір қалдырып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін әрдайым маңызды. Әз Наурыз мейрамына орай жас өнерпаз қыздарыңыз Іңкәр Нүптекенің орындауындағы әнді қабыл алыңыздар. Келесі аптада кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Наурыз құтты болсын.